Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге тортты қаптауға арналған вафельная крошка әзірлейміз. Ол үшін барлық ингредиенттер бөлме температурасында болуы қажет. Бұл жерде рецепті мен 3 есе көбейтіп жасадым. Ең алдымен қант ұнтағымызбен жұмсақ сары майымызды венчикпен немесе блендердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Үстіне бөлме температурасындағы ақуызды құямыз, тағы да араластырамыз. Електен өткізіп ұнымызды саламыз. Бір келкі қоймалжың масса шыққанша жақсылап венчиктейміз. Дайын болған қамырымызды пергамент қағаздың үстіне асты көрінетіндей жұқа етіп бір тексетіп жайып шығамыз. 160 градуста алдын ала қыздырған пеште 7-10 минутқа пісіреміз. Одан кейін бір 5-10 минут суытсаңыз өз формасын сақтап қатаяды. Қолдың көмегімен осылай үгітіп шығамыз. Ешқандай блендер пайдаланбаймыз, өйткені қатты ұсақталып кетеді. Дайын болған крошкамен торттарымызды қаптап немесе әртүрлі тәттілер пісіргенде бетін әрлесеңіз болады. Ауысып жатса, беті жабылатын ыдыста сақтауға болады. Егер де достар менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Перизат Манатовна.